сен мықты гауһартас болу үшін бір зиялыны ұста, сол зиялының етегінен иманды болса, сен гауһартасқа айналасың деп. Ал бізде қаншалықты зиялыны ұстай алып жүрміз? Біздің одақта қаншалықты зиялы бар? Әрине, тәннің қажетін қанағаттандыру бар да, жанның қажетін қанағаттандыру бар. Біз бүгінгі күнде жанның қажетін емес, тәннің қажетін бірінші қанағаттандырып кеттік. Біздің буында тұлға деп есептейтін біздің тарихымызда ондай үлкен деңгейдегі биік парасат иелері жетіп артылады. Ал соны біз қаншалықты жарнамалап жатырмыз? Сондай кісілерден қаншалықты үлгі алып жатырмыз? Қазір экранды қосып қалсаңыз, бас пайдасы үшін, өзінің жеке басы үшін бүкіл өмірін құрбандыққа салып кеткен адамдардың, әншілердің, бишілердің, тағы адамдар жарнамалап жатырмыз. Осындай ішінде одаққа кірген жас мүшелер, жас жазушылар, таланттылар ертең биік тұлға болып қалыптасу үшін, мысалы бүгінгі одаққа сайлаған Мереке Құлкенов ағаларымыз секілді, олар алдыңғы буын ағаларды көрді. Бірақ мына пікіріне келген кезде бұл кісілердің